құрамына ешқандай сүтті, майды, жұмыртқаны қажет етпейтін өте дәмді лепешкалер, тапанандардың рецептісін бөлісетін боламын. Бұл рецептпен бауырсақты, пирожки деп пісірсеңіздер болады, яғни менің өзімнің қолданып жүрген стандартный рецептін деп айтсам болады. Жылы суымыздың үстіне тұз, ашытқымызды, қантымызды, сұйық майымызды салып, араластырып бетін жауып көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен кейін ұнымызды салып отырып, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илеп 1,5 сағатқа тындырамыз. Көтерілген қамырларымызды керек бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Осылайдан түйіп, сосын көтерілгенге 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қолымызбен алып, лепешка болса лепешканың формасын, булочка болса булочканың формасын жасап, жұмыртқамызды жағып, кез келген узорымызды жасап, мак кунжутымызды сеуіп, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіретін боламыз. Лепешкалерді дәл осылайдан ортасын тесіп, вилкамен қадап шығыңыздар, ортасы көтеріліп кетпес үшін. Қарап тұрсаңыздар, ешқандай қиындығы да жоқ, просто жақсылап иін қандырып илеп, жақсылап көтерткізсеңіздер болды. Осымен біздің лепешкалеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса, маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Башаңызға ас болсын.